Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Еліміздегі болып жатқан жағдайды сипаттайтын сиясы кеппеген туындымды, яғни менің ащы шындығымды қабыл алыңыздар. Көркейді деп астанамыз, қаламыз, қуанамыз, 30 жасар баламыз. Шындығында көп қазақтың үйі жоқ, бос қаңырап, жатқан менен даламыз. Шаршаған, қалжыраған, торғудан, кедейдің басындағы сорымыңнан бір үйге 25 жыл кредитте не пайда 9-шы орыныңнан. Үкімет ойлаған боп күй береді, бірақ тек байлар ғана күйленеді, қазақтың жанашыры өзді ғана збор ашып, бір-біріне үй береді. Жұмыс, кредит, қарыз деген жей береді, бітпейді күнделікті күйбелеңі. Демография дамыт дейсің отырып ап, несіне сеніп жастар үйленеді, үйленсе қайтып қалай күнін көреді. Ұлтшыл деп тілін сүйсе табалады, шала қазақ, орыс құлдар жоғалары, атазаңнан орыс тілін түсірмесең, өз тілің көз алдында жоғалады. Табиғи бай елміз деп мақтанамыз, жыртылып айырылуға шақ қаламыз, қаранам мен қарасуға зәрулері көп, қалай біз байлықпенен мақтанамыз. Бәке сәке парақорлық жайладың, бұл сөзімді қазық қылып байлармын, жермен көктей болып кетті бүгінде аралары кедей менен байлардың. Заң бір дейсің, әлсізбенен алыпқа, өтірікте қызыл тілім жалықпа, мінбердегі ағаларым мыңқ етпес, заң дегенің қарапайым халыққа. Ұнатпайтын халықтың мұң жылауын, және дағы шындық айтып сынауын. Депутаттар өте беріп халыққа, сайланғасын кім екендер мынауың. Ұйықтап ауыстырар орынын, бәрі жүрген костюмдегі клоун.